Эксклюзив. Қайрат Нұртастың жеке шаштаразы әнші туралы ешкім білмейтін құпияның бетін ашты. И маникюр делает у нас, то есть все, в общем, расслабиться приезжает сюда. Демалуға келет дейсіз бе? Сонда қалай? Ему нужно помыть просто голову, он приезжает сюда. Да? Қайрат Нұртас сам голову не моет. Ну, видимо, нет, наверное. Сұлулық салондарын жағалайтын жігіттер туралы эстрада жұлдыздарының пікірі қалай? Мұндай салон қызметіне әнші ер азаматтардың қайсысы жиі жүгінеді? Барсын, өзіңіздің күткен жақсы ғой. Енді жасатпаймын, осы Құдай берген қол. Өмірімде бір-екі рет жасағам. Күшті ұнайды маған. Салонға барып отырғанның өзі бір ұят нәрсе енді арсыздықпен бәрі. Жеңіс Ысқақова тағы қандай эксперимент жасап жүр? Қара болды, қоңыр болды, сары болды, жаңағы отты сары болды, көк болды. Аман болса басымыз тағы да сер шашымыз. Ал Заттыбек Көпбосынұлы кімге еліктеп жүр? Бүгін мастер басқаша бір бірдеңе жасаған шығар. Ұнап тұр, иә. Танымал актер Азамат Сатыбалды көңілдесі барын мойындады. Мана жерде екі қызбен алсам. Эстрада жұлдыздары сұлу әрі сымбатты көріну үшін қанша қаражатын жұмсауға дайын? Бағалар сол бір 2-3 мың доллардың көлемінде шығады. Қарыз қалдық. Негізгі бағасы 520 мың қиынға соғатын болар. Бұл сұраққа жауап беру себебі Примерно бір 200 мыңдай болады шығар. Маған барлық костюмдер келе береді, әдемі келеді. Білмеймін, өзім әдемі болып келіп. Айгүл Иманбаева актриса бола тұра театр дресс-кодын неге ұстанбайды? үлгермедім шынын айтсам. Енді кешіріңіздер, ренжімеңіздер, енді если я вдруг где-то не так десем. Өнер қырандар театрының басшысы Мадияр Серікбаев келіншегімен неге келісе алмай жүр? Білмеймін, өзіңе қалай енді десе, онда ол алмай қою керек деген сөз. Костюм көбірек, бірақ бәрі ескі деп қойсаң. Аша Матай мен Арман Қоңырбаевтың жағымды жаңалығы қандай? Танымал жұп екінші баласын күтіп жүр ме? Біздің ұлымыз туып жатса, однозначно ол стильный болады. Бүгін айта берсін бағдарламасы жұлдыздардың осы күнге дейін ешкім естімеген, көрмеген, білмеген жаңалықтармен бөлсет. Олардың жалпақ жұртқа жария етілмеген, ешкімге тіс жарып айтпаған құпиясын ашамыз. Ендеше эксклюзивті жаңалықтарымызды өткізіп алмаңыздар. Жылап алып күлді, күліп алып айқайға басты. Адамның көңіл күйінің бір-біріне керағар сәттерін оп-оңай жылдам әрі дөп басып нақшына келтірген Азамат Сатыбалды кешке келген көрерменнің көңілінен шығуға барын салды. Осылай жұмыс істеу керек қой деп ойлаймын. Тері бұршақта бақса да, эмоциялы рөлін айнытпай салуға тырысқан танымал актердің көңіл күйі де көтеріңкі. Себебі дәл осы күні Азамат мырза жеке театрының тұсауын кесіп, алғашқы қойылымын көпшіліктің назарын ұсынды. 10 жыл бұрын келген ой, бірақ 10 жыл бұрын мен шынында керек дайын болған жоқпын. Актер ретінде піскен жоқпын. Сол 10 жылғы бұрынғы арман ақырындап жетіліп, соның аяғы бүгінгі келді. Биыл мен үшін, биылғы көктем мен үшін өте бір табысты көктем болды. Кином шықты, соның артынан іле-шала бір айдың ішінде театр ашып, спектаклімізді қойып жатырмыз. Жеке өзім дегенде енді өгізде қара күш бар, сондықтан да өзің болғаннан кейін біраз нәрсені саласың, біраз еңбектенесің. Және де қорқыныш та бар, өйткені өзіңнің спектаклің болғаннан кейін көрермен қалай қабылдайды, әріптестері қалай қабылдайды деген нәрсе бар. Сондықтан да мүмкіндігінше қолдан келгенше барын жасауға тырыстық. Бұл
Азамат мырзаның күйеуіңізді сатыңызшы қойылымындағы екі бірдей ғашығы. Біреуі сүйікті жары, екіншісі көңілдесі. Өз рөлдерін шеберлікпен ойнаудан сахналастары да қалсар емес. Мына бір сәті тіпті тамаша. Өзі ғашық болған азаматты жанұясынан алып кетіп, онымен өзі шаңырақ көтергісі келетін қылықты бикеш бұл ойын жүзеге асыру үшін барлығына әзір екенін көрсетеді. Тіпті сүйіктісінің әйеліне тосын ұсыныс жасайды. Сатыңызшы. Күйеуіңізді сатыңызшы. Шын айтсақ, бүгінгі күйеуің сатыңызшы комедиясын көріп жүрген спектакліміз, бірақ бір ерекше күлкіге батып, шегіміз қатып, шын айтқанда не деген ойын, не деген шеберлік. Біздің қатардағы өзінің хас шебері, нағыз талантты актер кім десе, мен Азамат деп айтар едім. Ауыз толтырып айтуға болады, ұялмай, өйткені бүгінгі ойында не деген шеберлік, не деген жаңа переходтар, бір жаңа эмоциядан екінші эмоцияға екінші планды беру, астарын ашу деген дүниелерді үнсіз ақ түсініп отырдық, және өте партнерларды сәтті таңдаған. Расында да, үш-ақ адамның қатысуымен ақ сәтті шыққан спектакль кез келген отбасында орын алатын оқиға желісін суреттейді. Бүгінгі күні де өзектілігін жоймаған мәселені көтеру арқылы ерлі зайыптылардың бірінің опасыздығын баяндайтын комедия көпке ой тастауы мүмкін дейді актердің өзі. Ой, өлігуден ұрса өлмейді. Кімі? Ойбай! Мынау қап бар. Қайтқан малда белге бар. Кімді? Абзал есікті неге ашпайсың? Көріп тұрсың ғой. Қолым тимей жатыр. Құрамында актердан бір-ақ адам бар, ол Азамат Сатыбалды. Біз штатты актер ұстамаймыз, өйткені әрбір спектакльге арнайы актерларды шақырамыз контракт бойынша. Осы спектакльге мысалы 2 актрисаны шақырса, келесі спектакльге басқа актрисаларды шақырамыз. Дәл солай әрбір проектті осылай жұмыс істейтін боламыз. Одан кейін театрдың атауы 28. Менің киностудиямның атауы Cinema 28. Әрине, екеуі егіз ұғым болғаннан кейін театр 28. Бір қызығы, Азамат Сатыбалдының жаңа 28 деп аталатын театры жаңа ғимаратта емес, Алматы қаласындағы Қуыршақ театрының ішінен ашылып отыр. Иә, үй ішінен үй тіккенді де көрдік. Бұл қалай сонда? Әлде еншісін алып, жеке отау тігуге актердің қаражаты жеткіліксіз бе? Өзінен сұрадық. Сахнасы кішірек, залы өте тар, ыңғайлы, моноспектакльдерге өте ыңғайлы. Біз үшін. Біз енді 500-800 адамды көрермен жинай алмаймыз. Сондай масштабный спектакль қоя алмаймыз, өйткені біз жеке меншік театрымыз. Бізге сол осы ыңғайлы. Екі жақта да жүре бересіз бе? Иә, екі жақта жүремін. Мен әуезов театрынан кетпеймін, қуып жібермесе. Өйткені ол менің үйім. Мен актер ретінде сол жерге дүниеге келдім, және де мен ол театрда істеймін. Түсінікті. Ал жеке театрыңыз ұсынатын спектакльдерге кіру ақысы қанша? Бәсекелесі мықты нарықтасыз. Әлде билеттеріңіз арзан ба? Болмаса жас отаудың керек жарағы да көп. Мүмкін билетіңіз қымбат шығар. Кәдімгі репертуарлық театрдан қымбаттау болады. Және де бізге көрерменнің бір 200-300 көрерменнің керегі жоқ. Бізге саналы өз аяғымен келетін 10 көрермен болса жетеді. Біз көрерменнің жетегінде кетпейтін театрымыз. Біз қайта көрерменді өзіміздің жетегімізде алып жүріп, көрермен тәрбиелесек деген ойымыз бар. Жалпы театр көрерменнің жетегінде кетпеу керек. Театр көрерменді тәрбиелеу керек. Десе де Азамат Сатыбалдының қуанышына ортақтасып келген өнер адамдары көп бола қойған жоқ. Асылбек Боранбай жұбаймен, Сәбит Әбдіхалықов, Айгүл Иманбаевалар жас театрға құтты болсын айта келген. Ал басқа танымал эстрада жұлдыздары тіпті бой көрсетпеді. Біздің көзімізге залда отырған көрерменнің аздық емес, келген қонақтардың театрға киіп келген киімдері оттай басылды. Қалайша театр киім ілгіштен басталады дейтіндеріңіз қайда? Әлде театр дресс-коды жаңа ашылған өнер ордасына жүрмей ме? Айгүл ханым, дәл сізден мұндай қателік күтпеген ек. Өзіңіз де актрисасыз дегендей. Бүгін таңертең сағат 8:30-нан бастап Жұлдыз FM радиосында 11-ге дейін отырдым ба, эфирде, тікелей эфирде, ол эфирім біте салып, мен бір жаңа жобаны жүргізуді ұсынып жатқан, соның кастингіне жаңағы пробный съемкасына бардым ба, одан шықтым да Хит ТВ-де 2 программаға бардым ба, одан шықтым да студияға барып жаңа әнімді жаздым да, гүлді алар алмастан ол мен кешігіп осында келдім. Мен қазір қайтадан студияға жұмысқа барам. Сол себептен үлгермедім, шынын айтсам. Енді кешіріңіздер,
маскончик сен кешірші жан, мен білесің ғой, мен сені жақсы көретін да, мәселе жүректе киімде емес десең. Сол себептен ең бастысы ниет тағы да. Ренжімеңіздер енді, если я вдруг где-то не так десең. Жақсы, үнемі жүгіріп жүретін Айгүл ханымның киімін ауыстыруға қолы тимесе тимеген шығар. Бірақ сіздің әріптестеріңіздің басым бөлігі мондай мәдени іс-шараларға бір емес, бірнеше күн бұрын дайындалатындарын айтады. Мәселен, Мұқасан Шахзадаев көңілді кештердің біріне өзі ғана емес, ұлдарын ерте келіпті. Өнер адамның өзі ғана емес, сәнді топтамаларға жақын жүретінге ұқсайды. Менде ала берген үш ұлым бар. Үлкен ұлым Димаш Астанада студент. Одан кейінгі Дастан ұлым. Дастан осында неде Назарбаев мектебінде оқиды. Ол да Дастан футболист. Локомотивте ойнады. Одан кейін Аякс клубында соңғы рет ойнады. Мынау кішкентайым Дияр, үйдің еркесі. Бұл қазір Қайратта, Қайрат командасында. Сонда айналысады футболмен. Енді өтірік айтпай қой, мен оларды үйретіп жатқан жоқпын. Бұлар қазіргі неде, өмірдің ағымы шығар, бұлар маған ақыл айтады. Папа, анау онша жараспай тұр, ананы деген сияқты. Сондықтан қазіргі балаларды өзіңді үйретеді олар. Киім таңдау жағы мысалы. Сіз өзіңіз шешім қабылдайсыз ба? Иә, енді мен о бастан киім таңдау жағын өзім таңдаймын. Балдармен де анда-сонда барып қалсам, кішкене ақылымды айтып жатамын, бірақ дегенмен бұларды өз талғамдарымен киінеді. Иә, костюм шалбарыңыз өзіңізге құйып қойғанда екен. Жарасып ақ тұр Мұқасан мырза. Құпия болмаса, киіміңізді қайдан сатып алдыңыз? Костюмді негізгі кәдімгі бутиктерден барып алам. Основном итальяның стилімен маған сол келеді. Кейінгі таңда қазір мен бүгін ғана сіз бүгінгі менің көп жаңалығыма тура келіп жатсыз. Бүгін де барып мен осы бізде Алматыда үлкен кәдімгідей фабрикасы ашылған екен. Аяқ киімнен бастап, костюмнен бастап бүкіл материалдарына дейін Италиядан келеді. Итальяндық дизайнерлер о жерде. Сол жерге барып бүгін ғана тапсырыс бердім. Бір-екі апта ішінде дайын болады костюм. Абай Бегей де сән әлемнен қалса қоймайтын әншілердің қатарында. Тіпті жаңа костюмге тапсырыс берер алдында әнші шетелдік дизайнерлердің ерекше жұмыстарымен танысып, өзіне жарасымды үлгілерін таңдап алады екен. Міне, бүгін де Бегей мырза трендте екенін дәлелдеді. Сұр костюм шалбарға әнші қызғылт галстук тағып келіпті. Тіпті жай галстук емес, түрлі түсті гүлдер бар аксессуар дерсіз. Соңғы кезде де осындай костюм шалбарларды өзім тіктіріп жүрмін. Костюм шалбар тіктіремін. Және де бір бұйырса шапан тіктіріп жатыр. Мен алда уақытта домбырамен де сахнаға шығып қалуым мүмкін. Сол себептен оған да шапан тіктіріп қойып жатырмын. Бірақ костюмдерімді өзім алып соңғы кезде өзім тіктіріп жүрмін. Негізі бір тігіншілер бар, аттарын айтпай ақ қояйын қазір. Олар өздері көрсетеді маталарды. Осында бізде мата бар. Абай қайсы ұнайды? Мысалы қызыл бар. Басқа қайсы түс ұнайды дейді, сол түсті таңдаймыз да, соған өзіміз размерлерімізді алып қойып, сонымен тіктіреміз. Эстрада жұлдыздары эксклюзивті костюмдерін жарыса көрсетіп мақтанып жатса, Заттыбек Көпбосынұлы жаңа шаш үлгісімен образ арқылы көпшілікті таң қалдырды. Үнемі қазақы болмысына көзіміз үйреніп қалған әншінің көзінде көзілдірік, сәнденіп алынған шаш үлгісі де әншіні ерекшелеп тұр. Дегенмен, Заттыбек мырза, бір кісілерге еліктей бастаған жоқсыз болса. Салқындықтан бекен, жоқ әлде ұйқы дұрыс болмады мекен, көзімнің ішінде бір қызыл пайда болып тұр. Соның әсеріне. Сахнаға шығасыз ба осылай? Шығып қойдым. Жоқ, әшкейсіз шықтым. Шығып қойдым. Шаш үлгіңіз? Әдеттегідей ғой. Мен осы күздегі берген концертімде де осылай жасаған. Мүмкін бүгін мастер басқаша бір бірдеңе жасаған шығар. Ұнап тұр, әрине. Біз онда сізге Қайрат Нұртастың стилі ұнап жүрмекен деп топшылап жүрсек, өйткені көзілдірігіңізде, шашыңызды Қайрат құсап қалыпты. Дегенмен бұлай болған күннің өзінде таң қалмаймыз. Себебі Қайратқа еліктейтін жастар көп. Әсіресе танымал әншінің осындай шаш үлгісін қайталап жүргендер қаншама. Әндермен біресе жүректерді жылататын, енді бірден қайтадан жұбататын әншінің жеке мастерімен кездесіп, Қайраттың шашының үлгісі қалай жасалатынын арнайы біліп қайттық. Оля, расскажите, где мы сейчас с вами находимся? Мы находимся в общем зале. Это у нас зал для женщин. То
То есть здесь мы стрижем, красим, делаем укладки. Вот. Когда Есть еще специальный кабинет для Кайрата. Да, у нас есть специальный кабинет VIP. Вот там встречаем Кайрата Нуртаса. Стрижем там его. Ставим его песни. Вот. У нас здесь вот такое вот кресло VIP, то есть оно поднимается. Сейчас покажу. Поднимается вот так, опускается. То есть оно повторяет прям изгиб спины человеческой. Вот так вот, в общем. Ну, подвигается, так, подвигается мойка. Ну, в общем, здесь вода, все. Моем, убираем, также поднимается кресло. Скажите, пожалуйста, насколько часто вообще к вам заглядывает Кайрат? Ну, как только бывает в Алмате, он звонит ко мне сразу или вот к нашему администратору, мы записываем, вот он приезжает. Он любит делать укладки, такие естественно, все естественно. Кайрат Нуртастың сәндеп алынған шаш үлгісінің авторы міне осы кісі. Ольга есімді ару танымал әншінің бірнеше жылдан бері жеке шаштараз екен. Айтуынша, өзінің имиджіне үлкен көңіл бөлетін Кайрат, әсіресе шашының күтіміне баса назар аударатын көрінеді. Волосы были подлиннее. Подлиннее. Здесь вот на диске у меня волосы покороче. Сейчас что он предпочитает? Ту же длину, либо он просит покороче сделать? Нет, сейчас покороче. Вот, выбрали покороче и пробор поменяли чуточку на правую сторону, ну, когда на левую. То есть, зависимо в чем он одет. И если он приходит в джинсах, мы делаем вот такой беспорядок. Если он, если он в костюме в классике, то мы вытягиваем, то есть ровно по пробору, то есть вот так вот. Зависит, конечно, от настроения и от стиля одежды. Он всегда сидит спокойно, даже иногда песни поет, но он так всегда расслабленно. Расслабленно, он мне доверяет, наверное, поэтому, наверное, вот, ну, всегда довольны. Честно, всегда довольны. Әншінің бұл образын қайталап жүрген жас өнерпаздар да аз емес екенін айттық. Қарапайым тыңдарман да Қайратқа ұқсау үшін шаштарын дәл осылай қидыртып, тіпті қара түске де бояп алады екен. Ал әншінің өзі болса... Нет, он волос не красит. Единственное, он любит, конечно, чтобы был кондиционер или масло для волос, чтобы он блестел и прям такой живой был. То есть всякими вот лаками мы не пользуемся. Только если, чтобы зафиксировать окончательный уже образ. Все. А так вот всякими, чтобы волос затонировать, нет, мы ничем не пользуемся. Конечно, брови не дергает, но он за волосом, конечно, у него прическа, на самом деле, это очень важно. То есть он сидит, то есть он постоянно то направо, ну, то есть он постоянно смотрит за каждым моим, все равно, за каждым моим движением, сколько я убираю, и как бы, и, то есть... Ну, у нас вот тут видно вот наше зеркало, то есть можно слева и справа посмотреть. Ну, видно образ. Вот так что вот так вот. Басына ақ шаш түсе қоймаған Қайраттың сахнада жүрген кейбір кербез жігіттер секілді түрлі бояулардың көмегіне жүгініп, кірпияздық танытпайтыны жақсы екен. Біздің тағы да бір білгіміз келген жайт, егер Қайрат секілді сәнделген шаш үлгісін жасату үшін әншінің шаштаразының қызметіне жүгіну қанша тұрады екен? Сколько стоит его стрижка? 4000 тенге. Он обслуживается, деньги за это платит. Вот, скидку вообще не просит. Мы даже ему хотели сделать скидку, он говорит, нет, не надо, мне все по полной, как клиенты ваши платят. Наличными расплачиваетесь? Да, наличными. Тенге или в доллар? Тенге, да, тенге. Бір тойдан 7000 ақш доллар табатын Қайрат Нұртас үшін бұл үлкен сом емес. Сол себептен болар дәл осы салонға өз шаш шеберіне әнші тек шашын алу үшін ғана келмейтін болып шықты. Когда с самолета просто прилетает, ему нужно помыть просто голову, он приезжает сюда. Да. Кайрат Нуртас сам голову не моет? Ну, видимо, нет, наверное. Видимо, нет. Просто он любит, когда у него такая вот прям гладкая, и вот этот вот блеск, вот этот естественных волос, он просто, не знаю, прям любит. Қайрат Нұртастың өз келбетімен шашының күтіміне ерекше мән беретін қасиетін Жұбаныш Жексенұлы аса түсінбейтінін айтады. Себебі сұлулық салондары бұл ер азаматтардың емес, қыз келіншектердің жиі баратын жері дейді ол. Шаштың реттестіретін кезде ғана. Ал енді апта сайын немесе күн сайын мен бармаймын салонға. Шаш жуатын жері өзімнің де үйімде бар. Бірақ кейбір әншілер жумайтын көрінеді үйде. Онда білмеймін. Біз баяғыдан өзіміз жуып үйреніп қалғанбыз. Не қолданасыз? Бальзам, жылтырататын лак деген нәрселер бар ғой? Сусағым бар.
шампунь. Негізінде ең дұрысы кір сабыны. Өнердегі ағасының сөзін Ернар Айдар да қолдап отыр. Сұлулық салонына мен ондай жиі бармаймын. Сұлулық салонына мен шашымды алдыру үшін барам. Ондай бір андай болды, басқа ештеңе білмейді емес, шыны керек, аттарын да білмеймін оның. Маникюр жасатпайсыз ба? Білмеймін, ондай. Қолыңызды көрсетіңізші. Жасатпайсыз ба ештеңе? Ештеңе жасатпаймын. Өзіңіз аласыз тырнақтарды? Тырнақты өзім аламын, болды. Енді жасатпаймын, осы Құдай берген қол, осы қолмен жүрміз ғой енді. Әлі бір не дейді? Андай бір тазалатып ештеңе істетпеген. Крем жағатын шығарсыз? Жоқ, крем де жақпаймын. Негізі Ақтауда Ерке деген салонымыз бар. Сол салонда қыздар мен барып жатсам, аға келіңіз, қолыңыздың жаңағы тырнағыңызды алып берейін деп алады да, содан кейін алдында бір алған кезде бесцветный лак дейді ғой, соны жағып жіберді қолыма. Мен тазалады, мен бұрын алып көрмегенмін, қолым тазалады, бәрін істеп болды да, бесцветный лак. Сөйтіп бір күні Алматыға келіп, осындай бір интервью беріп жатсам, бір журналист қыз көріп қалды. Қасқа аға бесцветный лак жағып алғансыз қолыңыз. Сол кезде өзім білдім де, оған білмедім мен. Мен ойладым, тазалағаннан кейін бүйтіп тазалап қоятын шығар деп. Оказывается, бесцветный лак жаққаннан кейін содан кейін жақпайтын болдым. Бір рет жақтым деп болды. Бірақ сол салонға барып, негізі тазалаттырып тұрамын, қолымда ода тұрған ештеңе жоқ. Негізі ол тазалық имандықтың белгісі дейді. Сол себептен тырнақтарымды алдырып, барлығын жаңағыдай тазалаттырып тұрамын. Маникюр тек қыздар үшін деген пікірді ұстанғанымен, Жұбаныш мырза да бір кездері дәл осы сұлулық процедурасына жүгінген екен. Ұнағанын жасырмайды және... Сіз маникюр жасайсыз ба? Өмірімде бір-екі рет жасағам. Күшті ұнайды маған. Жұбаныш мырза, шатастырып жібердіңіз ғой. Біресе бармайым деп ат-тоныңызды ала қаштыңыз. Енді ұнады дейсіз. Нақты ойыңызды жеткізе алмадыңыз ба? Әлде сұлулық салондарын жағалайтын жігіттердің әрекетін арсыздыққа балайтын Мақсат Базарбаевтың пікірінен сескендіңіз бе? Бізге жат нәрсе болды. Мен еркек болып келдім ба, сол еркек сияқты жүру керек сияқты болды. Қас жұлып, енді ят нәрсе енді ол солар салонға барып отырғанның өзі бір ят нәрсе енді арсыздық енді баяғы. Мақсат Базарбаевтың сынына іліккен танымал әнші жігіттердің қатарында Айқын да бар. Инстаграм әлеуметтік желісінде косметолог маманның қызметіне жүгініп, бет терісінің жақсарғанын айтқан үшін әнші жігіт оқырмандарынан сөз естіп қалған еді. Мақсат мырза да сол кісілердің қатарында. Айқын енді өзімізді шек қойын, мүмкін өзгерейін деп жүрген шығар. Енді мүмкін кейінгі жастарға еліктегісі келіп жүр ма? Ана бір қай группа деп жатыр, құлақтарын, шаштарын бояп, солар сияқты болайын деп жүрген шығар. Енді әдейі болғысы келіп жүр ма? Ол ала берген түр сол түрі ғой, болды өзгермейді. Или болмаса тарты көрік артқар, или көзін ауыстыру керек, өзгерген десе. Қойыңыз енді Мақсат мырза, олай ашуланбаңыз. Ол күтім үшін емес, отбасының бюджетін толтыру үшін әрекеттеніп жүрген шығар. Әлде Инстаграм парақшасына осындай жазбалар үшін әншілерге арнай қаламақы төленетінен хабарыңыз жоқ па? Болмаса өзіңізге осындай ұсыныс түспеген соң ренжіп тұрсыз ба? Барғанға ұяламын салонға. Шаш алдыруға барғанның өзінде барамда, шашымды алдырамын, ол қайтамын, косметологқа барып отырып, тырнағымды боятқызып, оны қасымды жұлдырып, бетіңе. Оны қатты жақтың кезде үйімде жағал болсын. Әйелің бар, жағат нәрсе болса жағып берсін. Ал егерде сізге мысалы сол салонның иелері қаражат төлейтін болса, маған бармас едім. Соған бармас едім, қаражат өзіне. Бармас едім. Жігітше. Әнші Шахизада болса, әріптесінің бұл сөзін қолдамайым деп отыр. Себебі ел алдында жүрген соң күтініп жүру әр әнші үшін міндет дейді ол. Барсын, өз-өзін күткен жақсы ғой. Ол енді салон мысалға тек қана әйел затына ғана емес, әйелдерге ғана емес, ол жігіттер де барып жатады, тырнағын жөндеп, маникюр, педикюр, онда тұрған ештеңе жоқ, ол тазалық. Иә, 50-ден асқан шағында сымбатымен көркі келіскен Шахизада ханым барынша күтініп, жас көрінуге тырысатынын жасырмайды. Сол себепті әншінің жұмыс кестесінен спорт залға да, спа, сұлулық салондарына да міндетті түрде орын табылады. Ал бет пен шаш күтіміне келгенде, әнші тұрақты түрде кәсіби мамандарға баратынын айтып қалды. Жоқ, мен өзім бір түсті жақсы көрем, сосын өзімнің
мастерім бар. Міндетті түрде мен мастерге жүгінемін. Өзім боя алмаймын шашымды. Бірақ өзіме қандай түр түс ұнайды, қайсысы келеді, соны мен білемін. Өзім қалай жүзімді ашады деген сияқты. Соны айтып отырам, мастер соны біліп отырады. Қаншалықты жиі барасыз? Енді айына 2 рет баруға тура келеді. Өзіңіз білесіз. Жеңіс Ысқақова болса, құрбысы Шахизададан асып түспесе қалыспайтын секілді. Шашының түсін өзгертуден шаршамайтын әнші, шашыма әлі талай эксперимент жасайым деп құлшынып отыр. Шаштың түсі бүйтіп өзгеріп, сөйтіп бастаған кезде, күнделікті бір түсті шашқа қара берген кезде, өзгертсем бе екен деймін да. Сосын бір жерден біреуді көріп қалсам, бір үлкен мода нелерінде, сән апталықтарында бірдеңеде, сондай кезде мынандай қылып мен де көрейінші деп ойлаймын. Қандай болды, қандай түс болды? Қара болды, қоңыр болды, сары болды, жаңағы отты сары болды, көк болды, күлгін түсті болды. Бүгінгі күні сол күлгін түс. Қызыл да болды. Қыздар бір айтады ғой, жәке өткендегі қара шашыңды жақсы ет дейді. Қараға бой салам. Жәке өткендегі сары шашыңды жақсы ет дейді, сарыға бой салам. Сөйтсе менің әлеуметтік желідегі оқырмандарым айтады ғой, сіз одан да парик ауыстырып киіп жүре бермейсіз бе? Шашыңызды жалқа ғой дейді. Мен айтамын, аман болса басымыз тағы да өсер шашымыз дейді. Ал басынан орамалын тастамайтын Дана Тұрарбек болса, өнердегі әпкелер сияқты түрлі шаш үлгілеріне эксперимент жасамайтынын айтады. Сол себептен өзгерсе, көйлектерім мен орамалдарым ғана өзгеруі мүмкін дейді ол. Ол келін болып түскен кезде, негізі. Шымкентке, Түлкібас ауданына, Келтемашат ауылына келін болып түстім 18 жасымда. Ақ орамал, қызыл халат, дамбалымен кидім, сәлемімді салдым, сол кезде. Содан бері тастамадыңыз? Енді сөйтіп айтса да болады енді. Ол кездер одан бері тастамағанда осылай қазіргідей мүлдем шешпей жүрген жоқпын. Ертең келе осы намаз оқып, сөйткеннен кейін, одан кейін шешкен жоқпын ғой. Қырда да, тауда да, бауда да орамалмен. Театрлардың жалғап өсігін соңдарынан ерген өзі бұл. Бәріміз бірге қолдап жүрейік қазақтың ерке қызылын. Әдемі біздің қазақи әшекейлерді неге дәріптемеске, біздің әдемі көйлектерді, камзолдарымызды неге дәріптемеске. Мысалы, маған өте қатты ұнайтыны Ақтау, Атырау, батыс жақтағы келіншектер тойға да барса да, үйінде қонақ күтсе де, осындай әдемі камзолдар оюмен киіп алады. Қандай күшті. Оны көріп өскен кішкентай қыздарымыз болсын мейлі, сіңілдеріміз болсын қызығады. Сосын кейін біз бұны былайша айтқанда жарнамалап жүруіміз керек қой, өзіміздің қазақи киімдеріміз. Несі жаман, бәр жерің, әуретің бәрі жабық. Сондай бір сыпайы, инабатты бір образ беріп тұрады келіннің. Сондықтан да осылай киінуді шештік, арнайы жаңағы жасаттық, тіктірдік. Әдемі көйлегіңіз бен камзолыңыз өзіңізге жарасып ақ тұр, Дана ханым. Ал қолыңыздағы әшекейді өзіңіз таңдап алдыңыз ба, жоқ әлде сыйлықпен келді ме? Бұл әшекейлерді енді осыдан бір 2 жыл бұрын отағасы маған туған күніме арнайы жасатқан, күмістен, тастардан сөйтіп сыйлады туған күніме. Соны қайда тағарымды білмей жүрдім. Сақтап сандығымның түбіне. Енді осының бір орайы келіп қалыпты, бүгінгі концертке киіп жатырмын. Дегенмен Дана ханым өзінің ұнаған көйлектердің барлығын бірдей кие алмайтындығын айтады. Өнер қырандары театрының актрисасы қашан, қай қойылымға қандай костюм киетіні жайында алдымен театр басшысымен, яғни отағасымен ақылдасып таңдайды екен. Киім алғанда мәкең айтам. Өйткені мен не алсам да, ол кісіге ұнамаса, біз ол киімді қайтан өткіземіз. Сондықтан да бірге баруға тырысам. Бірге бармасам, сол жерде киіп тұрып фотоға түсіріп жіберем. Болама деп ана продавецке сұратыңыз деп сатушыға. Сөйтіп, ол болады десе алам.
егер енді сәл білмеймін өзіңе қалай енді десе онда ол алмай ақ қою керек деген сөз. Келіншегіне киім таңдап, көйлектерін өз рұқсатымен ғана кигізетін Мадияр Серікбаев киімді өзі қалай таңдайды екен? Костюм көбірек, бірақ бәрі ескі деп қойсаң кәдімгі. Оны Дананың өзі таңдап отырады. Мынау жарасады, сізге мынау жараспайды. Мынаны алыңызшы, мынау жақсы тұрады деп. Маған салса, мен қайтадан тура осы шалдарский киімдер аламын. Өзі ала береді, бірақ айтчырсый, нормальный ма, жарсама маған деп сөйтеді да, өйткені ол қара тор болғаннан кейін оған түсін дұрыстап таңдамаса, әрбір киім жараса бермейді. Ол ақтарға жараса береді ол бәрі. Сондықтан мен сырт көз болып тұрам, осы жарасады, осы жақсы деп. Сахна сыртындағы бұл дайындықты концертке келген көрермен көре қоймас. Грим жасатып, сахналық киімдерін дайындап жүрген өнер қырандарының жігіттері жүгіріп жүр мұнда. Бұл жолда театр мүшелері көрерменіне жаңа бағдарламаларын ұсынбақ ниетте. Тіпті қойылымдарын ғана емес, киімдерін де жаңартпақ. Бәрімізде бар мұндай. Әдемі, е. ұнап тұр, материалы қатты. Маған барлық костюмдер келе береді, әдемі келеді. Білмеймін, өзім әдемі болып келмейді. Тапсырыс болғанда бұл осы неде тапсырыс болды. Театрдың балаларымен кішкене біз бір танысымыз бар еді, осындай костюмдер сатылатын. Соған бір ауыз айтып, Түркиядан әкеліп берді. Құмарсыз ба? Құмармын. Өте құмармын. Үйде қанша костюм бар? Жетеді. Мен, мысалы, егер шалбарға келетін болсақ, мен андай кең балақ кие алмаймын. Алам ба, бірден подгонға барып, узкий қылып тастаймын. Костюм алам ба, кең болып тұрмау керек. Сосын жеңіне қараймын. Киім түсіне көп қарай бермеймін. Егер жарасып тұрса, аяқ киім размеріне қараймын. 41. Табылады. Ал киіміңіздің қымбат болған маңызы? Иә. Енді ол маңызы ол себебі бар, өйткені кішкене әртіс болғаннан кейін. Тойға да бір жатамыз, бір кісілермен кездесіп жатамыз. Ол кездесіп жатқан кісілер де, анау кісілер болмай қарап қалады, мынау не киіп алды деген сияқты. Мысалы, сондай жағынан қарағанда, сондықтан кішкене қатты қымбат емес, екі ортада киінуге тырысамын. Кеш үйден кеткелі бері Жұлдыз Өмірғали де өз стиліне еркіндік бергендей. Енді жаңғақты қыздар тобының экс-әншісі гламурдан алшақтап, жас өспірім қыздардың киім стиліне қызығып жүргенін айтады. Киімді? Менің киім десеңді. Мен қазір жылы. Бүгінгі таңдаған киім өзіме жылы. Қазір онша бір өзімді подростковый сияқты сезініп тұрмын да. Бір қызық түрде. Өте қатал киімде киім келген жоқ. Өзім көңіл күйіме қарай болады. Өзім таңдаймын көбінесе. Кейде дұрыс емес таңдап қоятын сияқты боламын өзіме. Бірақ өзіме насып болды. Ыңғайлы болып жүрсем болды. Ал өз ақшаңызда сатып алған киім ба, жоқ жарнамадан түскен ба? Жоқ, өзім сатып алған. Мынау мен сыйлыққа алдым, мынаны өзім сатып алдым. 50-50 десек болады. Дәл осылай Инстаграмдағы парақшасында киім дүкендеріне жарнама жасау арқылы тегін киінетін танымалдылардың қатарында Мисс Қазақстан 2013 байқауының жеңімпазы Айдай Исаева да бар. Тек сұлу бикеш барлық ұсыныстарды бірдей қабылдай бермейді екен. Мысалы, 3000-дық, 2000-дық кофталар келіп жатады, сапасы өте төмен Қытайдың. Енді оларға әрине өзімнің қарсылығын білдіріп жатам, өйткені маған қыздар қарайды көбінесе, мен өздерінің ұсынысымды білдіремін, енді оларға да жарнамалаймын, міне осыны киіңдер деп. Енді сондықтан бірінші жоғары сапасына қараймын. Мәселен, Аида Кауменованың, жаңағы Антонио Биаджи, көп қой, Dolce & Gabbana, солардың киімдері үлгілері өте керемет. Не деген талғам десеңізші, Аида Кауменова дейсіз бе? Ол кісінің көйлектерінің бағасы $1000 басталатынын ескерсек, жолдасыңыз сізді қымбат сыйлықтармен жиі қуантатын болып тұр ғой, Айдай ханым. Әнші Роза Әлғожа да танымал дизайнерлердің киімдеріне құмар жандардың көшін бастап тұр. Маған бірінші Аиданың жаңағы дүкеніне барған кезде бас киім ұнады. Ерекше екен, басқаша. Мен өзі бас киім киген жақсы көремін ғой. Сосын бас киімнің өзі қымбат тұрады екен.
енді бас киімімді алған соң тағы да үйдегі бір көйлегіммен киіп көрсем сәйкес келеді екен. Бірақ мына тастарымен бірге мынандай қамзол сәйкес келеді екен. Осы қамзолын тапсырыс бердім. Оның ішінен көйлек киеміз деп көйлек тапсырыс бердім. Иә, тегін тарата қоймаса да, танымал клиенттеріне Аида Кауменованың жақсы жеңілдік жасайтынын біз де естігенбіз. Бірақ танымал дизайнердің топтамасын киіп алып көрмеген Айдай Исаева киім сөресінде кешкі көйлектер көбірек деп отыр. Себебі Өмірбақи менде 30% скидка бар. Өмірбақи жаңа Жанна деген егесі Шерекелдің, ол кісіге рахмет. Мисс Қазақстан болғаннан кейін соның спонсорлары болған ғой. Мисс Қазақстанда кім ұтады, соған Өмірбақи 30% скидка жасаймыз. Енді скидкамен жақсы осында жолдасым көйлек алып берді. осында ерекше сыйлықтармен өз сүйіктісін Арман Қоңырбаев та жиі қуантып тұрады екен. Біз бір-бірімізге кеңес береміз, шынымызды айтсақ. Солай ғой? Содан кейін Аша ешқашан білмейді бүгін не киетінін. Ол күнде оны, мысалға мен ертең бір жерге баратын болсам, мен ойымда не киетінімді білемін. Мүмкін жігіттің киімі көп болмағандықтан ба, Ашаның киімі көп, Арманның киімі көп. Содан күн басылады, 1-2 сағат қалады жаңағы баратын жерімізге. Аша әлі білмейді не киетінін. Күтемін мен осыдан кейін. Өзі таңдайды, бірақ мен оны барлығын әдемілеп, үтіктеп, жуып қоямын. Сондықтан да ол менің әрине прямой обязанностьім ғой. Сол міндетім менің, ал Арманның өзіндік сол стиль деп отырмыз ғой, стилі өте жақсы, керемет. Менікі де ничего сияқты. Болады, жаман емес. Бірақ айта кететін жайт, біз кездесіп жүрген кезде, Арман екеуміз жігіт пен қыз болып жүрген кезде, сол кезде біз бір түсті киіп қалатын күндеріміз болды, жиі болды, иә. Біз бір-бірімізге айтпаймыз, бірақ ол маған келген кезде, мен машинесіне отырған кезде, ойбай, сен мына түсті киіп алсың деген сияқты сөйтіп, біз бір-бірімізге бір сәйкестік болды да. Менің ойымша ол да бір болашақта күйеумен әйел болатындығы сол кезден бастап білінді ғой деймін. Түсінікті. Қазіргі таңда қыздың ғана емес, ердің де көркі шүберек секілді. Әсіресе қазақ эстрадасының жұлдыздары бір-бірін қайталамай, тіпті асып түсу үшін барын салады, ақшасын даямайды. Әншілердің қайдан киініп, киімдерін қаншаға сатып алатынын білгіңіз келе ме? Олай болса, теледидарыңыздың даусын шығара түсіңіз. Өйткені дұрыс естімей қалдым ба деп күмәнданып қаларсыз. Сонымен киімдеріңіздің бағасы қанша қымбат төнер адамдара? Шалбар 20 мың мен 30 мыңның аралығы. Көйлек 10 мың мен 20 мыңның аралығы деген сияқты ғой. Ол үшін өнерпандар қанша рет неге тойға қанша рет концертке шығу керек, сіз костюм алу үшін? Жоқ, ондай біраз тойға деп бар. Біраз тұратын болып тұр ғой. Қарыз қалдық. Концерттен нормально түссе құтылсаймыз. Мен аса қымбат киінбеймін. Сразу айтып қояйын бірден. Мен деген бір 100 мың, 200, 300 мың көйлегін кием деп айта алмаймын. Негізгі өзінің бағасы бір 60 мыңға шықты. Бірақ ол кісі жаңағы менің өнерімді сыйлап, өзім сыйлап, орамалымды жаңағы өзі де сондай жолда жүрген кісі болғандықтан, Алла разылығы үшін деп маған 29.500 теңгеге берді. Бағалар сол бір 2-3 мың доллардың көлемінде шығады. Енді негізгі бағасы 520 мың. Осыны бір 15 күннің көлемінде тігеді 2 аптада. Бірақ бағасы қатты қымбат емес. Жобамен енді примерно бір 200 мыңдай болатын шығар. Ал көрермендерін жаңа театрмен таныстырып, көпшілікке ескі қойылымды жаңа, өңделген үлгіде сұнған Азамат сатып алды. Енді ай сайын бір емес, бірнеше жаңа костюм сатып алатын шығар. Себебі жұмысы көбейген актердің жылдық табысы да көбейеді. Біздің басымыздағы бар дүние ғой, сол себепті әрине болады. Ол еңбекқорлықты, қайсарлықты, жігерлікті, денсаулықты талап етеді. Сол себепті әбден мүмкін. Одан кейін ол концерт жүргізді, той жүргізді, болмаса спектакльде, кинода деген не түсінік? Менің түсінігімде бір-ақ ұғым бар, ол өнер.
сол себепті егер ол сенің қолыңнан келе ма, сен сол өнердің маманысың ба, твори, жаса, бер халқыңа сусап отырған, таза саф өнерің бол. Сондықтан тек қолдау керек бұл жерде. Ал енді ол халық ұлық, тобыр былық деген ұғым бар меніңше. Мен екіге бөлем. Сол себепті халық ондай дүниені міндетті түрде қолдайды. Ал тобыр, ол қашанда тобыр Абайдың заманынан, анау хандықтың, Алаштың заманынан келе жатқан тобыр бар бізде қазақта. Сол себепті ренжуге болмайды.